жылдам хабарнама, шұғыл дерек, зейнетақы мен жәрдемақы түрлері туралы ақпарат тарады. Ассалаумағалейкум армағазақ, егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін тамашалаңыз. Ал онда біз бастадық. Зейнетақы мен жәрдемақы туралы ақпаратты мобильді қосымшалар алуға болады. Бұрын бұл ақпаратты ХККО-дан алуға болатын еді. Енді зейнетақы төлемдері мен жәрдемақы туралы ақпаратты екінші деңгейлі банк қосымшалары арқылы алуға болады деп хабарлайды Халық Үни тілшісі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі алатын зейнетақы және әлеуметтік төлемдер жәрдемақылар туралы анықтама беру процесін автоматтандырды. Енді бұл қызмет екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы қолдануға қолжетімді. Бұрын ақпаратты тұрақты тұратын жері бойынша азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЭАУ бөлімшелері арқылы болуға алатын еді. Қызметті автоматтастыру қажеттілігі үлкен сұранысқа ие болып, тек 2022 жылдың 210 мыңнан астам адам анықтап отыр. ЕқЭКМ ЕДББ менен бірлесіп 15 минут ішінде мобильді қосымшалар арқылы электронды форматта қызығушылық туындатуға деректерді алу мүмкіндігін іске асырады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле аласыздар.